Қазақстан Ресей империясынан, КСРОдан және қазіргі Ресейден не үйренді? Әдетте орыс насихаттаушылары орыстар қазақтарға тұрып сүюді, қалаларды соғуды, оқуды, өркениетті өмір сүруді үйретті деп сендіреді. Бірақ шын мәнінде Ресей империясы мен КСРОдан не үйренді? Неге Ресейдің өзі империяның 300 жылынан және КСРОның 100 жылынан кейін өз азаматтарын газбен, сапалы жолдармен және лайықты өмірмен қамтамасыз ете алмады? Путиндік Ресей жетістік үлгісі ме? Қазіргі Ресейдің өзі кедейшілікте, соғыс себебінен жергілікті халық шетелге көшіп, жемқорлық жайылған ел. Қазақстанда осы нұсқа жолды қайталап келеді. Жалған статистика, сапасыз құрылыс, халыққа емес, шенеуніктерге жұмыс істейтін жүйе. Ресей билігіне дейін қазақтар араб және ұйғыр жазуын қолданды. Ресей империясы қазақтарға арнап қала салған жоқ, әскери бекіністер тұрғызды. Кеңес үкіметі кириллицаны енгізіп, қазақ зиялыларын жойды. Басты мақсаты тілсіз, дінсіз құлдарды шығару. Ресейдегі бурят, якут халықтарына қараңыз. Ресейдің отаршылдық саясатына, ассимиляция мен мәжбүрлі орыстандыру үрдісіне байланысты енді олар балаларына Иван, Сергей деген есімдерді береді. КСРО Қазақстанды байытқан жоқ, тек шикізат базасы ретінде пайдаланды. Ал бізге мұра ретінде не қалды? Тиімсіз басқару, сыбайлас жемқорлық, туыстық қарым-қатынастағы сыбайластық, орыс тіліне мұқтаж қоғам, тиімді бастамамен бизнес тұншықтыратын бюрократия. Тәуелсіздіктің 33 жылында біз дамыған өнеркәсіп құра алмадық және мұнай есебінен өмір сүруді жалғастырудамыз. Тіпті 2025 жылы көлік жүргізушілерден айыппұл мен бюджет тесіктерін жабамыз. Басқа мемлекеттердің үлгісіне қарайтын болсақ, ешқандай табиғи ресурсы жоқ. Сингапур ең бай мемлекеттердің біріне айналды. Себебі олар қатаң реформалар, тәртіп, білім беруге инвестиция салу және сыбайлас жемқорлықтан бас тарту жолын таңдады. Ли Куан Ю Сингапурдың ең кедей 3-ші сорт елінен ең бай мемлекетке айналдырды. Халық оған бойұсынып, өзде өзгере бастады. Қазақстанда әділ әрі аса тиімді басшыға сұраныс бүгінде артты. Бірақ халықтың өзі заң бұзып пара беріп құтыла беретін болса, ішімдік ішіп зинақорлыққа әуес болса, баланың тәрбиесінен гөрі қосылайық көріп есі кетіп отыра беретін болса, жиналған тезектің ішінен гүл өсіп шықпайтындай, халықтың арасынан әділ басшы өсіп шықпайды. Оны да біреу тәрбиелеп өсіру қажет. Қазақстан дамыған елдерге мысалы Сингапурға қарау қажет. Құлдырап жатқан Ресейге емес. Ресей империясы мен КСРО бізді жақсы жаққа өзгеруді емес, тек өлместің күнін сүруді үйретті.